Үсентөре деп кеттіңіз ғой, негізінде бұл енді Үсентөре Ақтөбе, Орал, Орынбор маңайында жәрмеңке бас болып тұрған көрінеді. Бұл енді төре тұқымды кәдімгі атақты. Бұл сонымен қатар өзі күйші, өнерді аса қадірлеген сондай үлкен бір сол кездегі бір зиялы адамның біреуі екен дейді. Соны бір күні Қазанғап мынау бір топ жолдастарымен жігіттер бір көшіп бара жатқан екен, соған ілесіп теңізге қарата сол жағынан енді астық айырбастай сөйтіп жаңағыдай теңізге қарата бара жатырған сапарында бұл да көшкелесіп кетеді. Содан мына Қарағамыс деген жерден өтіп бара жатқаннан кейін қараса бір ордалы тұрған ақ үйлерді көреді. Қазанғап сұрайды жолдастарын, ойпырма, мынау кімнің ауылы деп. Сонда жолдастар айтыпты дейді, ой, бұл деген атақты Үсентөренің ауылы ой деп. Сонда Қазанғап, сендер жүре беріңіздер, онда мен қуып жетерім, мен барып онда сәлем беріп кетейін, аруақты адам ғой, аруақ аттағын оңбайды деуші еді. Сондықтан не де болса мен бір ат басын бұрып келейін деп, астында Қылыштұрат деген өзінің жалғыз аты бар. Сонымен Үсентөренің ауылына кетті дейді. Үсентөренің ауылына келеді, жаңағыдай бұны енді қазақтың әдеті бойынша күтіп, жаңағыдай қонақ үйіне кіргізіп отырғызады. Алдына келіндер келіп, сусына келіп береді. Енді шұбат қой ол кезде. Сөйтіп Қазанға біраз отырғаннан кейін қарасы Үсентөренде жоқ екен, келіп қалу керек еді деп жаңағыдай бәрі де солай екен. Бір кезде қараса андай жерде Үсентөренің домбырасы өлтір екен дейді. Керегеде, андай жерде төрделі өлтір екен дейді. Енді Қазанғап қарайды, енді төренің домбырасы сүйекпен әшекейлеген, күміспен апталған, бүктелген, енді кәдімгі өзі бір бабында тұрған домбыра екен дейді. Енді Қазанғап әрі қарап, бері қарап, ай шіркін, мына домбыраның енді өнер адамы солай ғой, тентек шоқпар жинайды деп енді әркімнің енді осы күйші болғаннан кейін енді қызығып анаған үні қалай екен, домбыраның бабы қалай екен деп. Енді келін айтады, келінжан осы бір ана домбыраны бір көрсек қалай болар еді деп жаңағыдай. Сөйтсе келін айтады, ойпырмай, сіз енді ренжімеңіз, ол сізді бізге де ұстатпайды ол. Ағамыздың енді мінезіне шорт енді келіп қалсақ ертең. Сол қазір де бар ғой, бір күйшінің домбырасын бір күйші тартпайды ғой. Иә. Сөйтіп бірақ Қазанғап болмайды, енді бір құдай қонақ едіп жүрген. Енді осы Жұғысты болсын ағамыздың киесі өнері. Енді тек тартпасақ та бір қол қалып бір... Қазанғап екен айтпайды ғой бірақ. Білмейді ғой енді. Сөйтіп деп келін әр болмағаннан кейін келін енді ойпырмай қоймадың ғой енді. Енді Құдай да сыйлайды ғой енді қазақ деген қонақты. Жарайды мынаны онда алда енді сол орнына іле қояйық деп Қазанғаптың қолына береді. Қазанғап қолына алып тамсанып қарап отырған кезінде Үсентөре кіріп келмесі бар ма? Қарайды, жұпыны киінген біреу төренің домбырасын алып отыр қолында. Сол кезде ашуға басады. Келіні айқайды салады жаңағы жерде. Не болды? Қаңған біреуге, кеткен біреуге домбыраны ұстатып. Келін аяғына жығылады, ойпырмай. Кешіре көріңіз, осылай құдай қонақ деп әрін етпегеннен кейін болмады. Қоймай жүре қалсын. Айып менен енді деп. Жаңағы жерде енді уды ашу әбігер болады үйдің бәрі. Содан Үсентөре Қазанғапқа айтыпты дейді, ал енді кімде болсаң сен мына домбыраны қолға алған екенсің. Айып өзінде. Қазір осы жерде бір күй тартты. Егер көкейімді тесіп көңіліме қонатын күй тартпасаң, обалың өзіңі аттың құйрығына байлатам дейді. Қазанғап мақұл көріп, сол кезде домбырасын алып, сол жерде отырып, бір күй тартады.
енді бүкіл іштегі шерін, бүкіл кәдімгі қайғы, ішіндегі бүкіл арманын жаңа күйге салған ғой дейсіз ғой. Тартқан Қазанғаптың күйін тыңдап отырып Сөнтөре дег бір босап жаңағы жерде. Қазанғаптың қағысына ойнау шеберлігіне разы болған Сөнтөре күй біте берген кезінде ойпырмай күйің неткен сазды ет, неткен мұңдым маги, көкейіме қонды ғой. Мен естуші едім, ұлығымның бойында жалғыз атты Қазанғап деген көші бар деп. Әйтпесе мен білмейтін көші жоқ еді. Көзін көрмесем де атына қанық болушы едім. Сен бір болсаң сол Қазанғап боларсың. Егер Қазанғап болсаң, төрге шығып қонағым бол деп.